Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Шоғылын алатындағы нөмірі 5-ші мектебінің құқық пәнінің мұғалімі Естілік Гүлнұр Шамолқызы. Бүгінгі менің жобамның тақырыбы рөлдік ойындар арқылы құқықтық оқыту. Жобамның мақсатына келетін болсақ, жобамның негізгі мақсаты оқушылар заңдарды талдай отырып, өз бетімен заңдарды салыстыра біледі, адамгершілікке, ізгіліктерге, жалпы оқушыларға құқықтық тәрбие беру мақсатымыз болып табылады. Одан кейін жасөспірімдердің құқықтық білімін тексере отырып, құқықтық сана сезімін, мәдениетін қалыптастыру. Ораторлық қызметін, яғни сөз сөйлеу, құқықтық терминдерін қолданып, оқушылардың бойындағы құқықтық білімді қалыптастыра отырып, саяси саналығы мен таным білімділігін арттыру болып табылады. Енді келесі жобамыздың міндеттеріне келетін болсақ, оқытудағы, яғни құқық пәніндегі кездесіп жатқан әртүрлі проблемалар, сұрақтарды, біздің кітабымыздағы проблема сұрақтар өмірден алынатын болғандықтан, сол проблема сұрақтарға нақты тоқталып, тәжірибеде қолдануды қалыптастыру біздің негізгі міндеттеріміз. Рөлдік ойындарды оқушыларға үйрету, ойларын қорыта білу, ойын жүйелеуге, нәтижеге шығарып, сыни бағалауды жалпы үйрету біздің негізгі міндетіміз болып табылады. Енді рөлдік ойынға шағын сипаттама беретін болсам, рөлдік ойынды кез келген сабақта, кез келген уақытта өткізе беруге болмайды. Себебі ол өзінің тиісті күтетін нәтижеге жете алмаймыз. Ол үшін алдын ала біз оқушыларды рөлдік ойынға дайындауымыз керекпіз. Сыныпты өздеріңіз суретте көріп тұрғанда, рөлдік ойында оқушыларды жинақтап, оларға біз мақсат береміз. Одан кейінгі мақсаттарына жетуге тапсырма береміз. Сұрақтар арқылы әртүрлі тақырыптарды бөліп береміз, сюжеттерді, рөлдерді бөліп береміз. Бұл жерде оқушылар өздеріне берген негізі, оқушы өзіне берілген рөлді өзі таңдап алған, тақырыптағы рөлді өзі таңдап алған дұрыс себебі ол жан тәнімен сол рөлді ойнап шығады. Ал егерде топ басшылары болатын болса, өзара ақылдасып рөлді өздері бөліп алады. Кейбір жағдайларда мұғалімнің араласуына әкеліп соғады. Бірақ енді балаларға рөлді ойнайсың деп қағазды беріп тастап бақылаусыз қалдыруға да болмайды. Бұл жерде біз балаларға сюжеттің жалпы рөлдің негізгі карточкаларын таратуымыз керек. Сол карточкалерде балалардың өздерінің міндеттері толық көрсетіледі. Және оқушыларға мақсаттары айқын, анық көрініп тұрады. Жалпы алатын болсақ, рөлдік ойындарды негізгі мен 9 сыныптардан бастаған уақытта 9 сыныптарды жалпы рөлге үйрету үшін бірінші мұғалім рөліне енгіземін. Мұғалім рөліне енгізген уақытта жылдың басында мектептің ішкі тәртіп ережесі бар. Сол ішкі тәртіп ережесін оқушы мұғалімнің орнына бірінші және 8 сыныптар аралығында оқушы балаларға 9 сынып оқушылары түсіндірме жұмысын жүргізіп, мұғалім рөлін өздері атқарып шығады. Ал егерде жоғары сыныптарға келетін болсақ, 9 және 10 сыныптарға 11 сыныптың оқушылары мектептің ішкі тәртіп ережесін түсіндіріп үйренеді. Яғни бұл жерде мұғалімнің рөліне өздері еніп, ішкі тәртіп ережесін қалыптастырады. Келесі сайлау процесі. Бұл жерде менің негізгі алған өзімнің тәжірибемде кездескен, тәжірибемде қолданған процесімді айтқым келіп тұр. Сайлау процесін сайлаушылардың құқықтары мен міндеттері туралы оқушылармен біздер бірнеше сюжет түсірдік. Бұл жерде оқушыларға ұнағаны сайлауды өз көздерімен көріп, өзінің нақты сайлаушылардың құқықтары мен міндеттерін түсінгеннен кейін, үлкен адами тұрғыда азамат ретінде өздерінің жауапкершіліктерін түсініп, қандай жауапкершілікті мойындарына алып жатқандарын рөл арқылы жалпы кез келген адам өзінің басына түскеннен кейін ғана ол жағдайды түсінеді. Сол сияқты оқушыларда кейінгі біз кері байланыс өткізген кезде дәл осы сюжетті түсінгеннен кейін апай біз сайлаудың не екенін, оның қандай қызмет атқаратынын өзіміз ойнағаннан кейін рөлге енгеннен кейін түсіндік деп айтып жатады. Енді мен сіздерге қазір шағын түсірілген өзіміздің рөлдік ойынымызды көрсеткім келеді. Бұл жерде өзіңіз көріп отырғандай, оқушылар өздерінің жаңағы сайлау учаскесінің ең бірінші өздерінің атын қояды. Яғни біздің сайлау учаскесінің атын нөмірі 230-шы сайлау учаскесі деп алған. Одан кейін өзара өздерінің сайлау учаскесінің төрағасын сайлайды, сайлау учаскесінің орынбасарын сайлайды, сайлау учаскесінің мүшелерін және сайлау учаскесінің хатшысын сайлайды. Бұл жерде оқушылар өздерінің сайлауға байланысты түгел нақты заңда жазылған ережелердің барлығын орындап, жоғары деңгейде көрсете білді. Өздерінің ішкі сезімдерін осы сюжетті көргеннен кейін, орындағаннан кейін талқылау барысында өздеріне қатты ұнағанын және барлық сыныптастарына көрсетіп, қолдау білдіру, қолдау алдық.
Жақсы. Құрметті әріптестер, біздің келесі рөлдік ойындалғанымыз сот жүйесі. Сот жүйесін өзіңіз көріп отырғандай жоғары сынып оқушыларын алдық, бірақ бұл сот жүйесімен 9-шы, 10-шы, 11 сыныптарда әрдайым өткізіп келеміз. Енді соның дәлелі ретінде рөлдік ойынды мен сіздерге ұсынғым келіп отыр. Бұл жерде 11 сынып оқушыларының сот жүйесі барысында өткізген өздерінің рөлдік ойындарын көрсету. Енді бұл жерде бұл оқушы судья қызметін атқарып отыр. Судья қызметінің қалай болатынын, олардың жауапкершілігі заңға ғана бағынатынын, үлкен жауапкершіліктің бар екенін түсінеді. Тергеуші, одан кейінгі анықтаушы, прокурорлардың өздерінің құқықтары мен міндеттері туралы түсіну жұмыстарын жүргіздік. Бұл жерде бұл видеороликте біздің рөлдік ойында үлкен қылмыстық, яғни топ болып жасаған қылмыстық топтың ісін қарадық. Қылмыстық топтың сол жерде қатысушылардың қылмыстық кодексінің 15-ші бабы бойынша жасын анықтады әуелі. Одан кейінге есі дұрыстығын, яғни жауапкершілікке тартуға болатындығын туралы анықтау жұмыстарын жүргізеді. Содан кейін барып әр қатысушыға, қылмыстық топта әр қатысушыға әрқайсының өзінің орындаған іс-әрекетіне байланысты орындаушы, жаңағы бұйрық беруші деген іс-әрекеттеріне қарай бөлек-бөлек жазаны беру сәтінен оқушылардың сезімдері өте жоғары деңгейде болды, өздеріне осы процесс ұнады. Осыдан кейінгі балалардың айтқаны, бұл ойынды ойнағаннан кейін, рөлдік ойынды біз сот жүйесін нақты, шынайы қалай өту керектігін, қалай өтетіндігін біз түсіндік деген тұжырымға келіп, келесіде басқа сыныптармен де осындай ойындарды көрсетіп өткізейік деген ұсыныстар алынды. Сыныптарда, 10-11 сыныптарда мемлекет органдарының конституциялық құрылысы, мемлекет органдардың қызметі қандай дейтін бізде тақырып бар. Осы тақырып бойынша ең қызықты 9 сыныптардан бастайын. 9 сыныптарда өткен уақытта рөлдік ойынға өткіздім. Бұл жерде білім министрін бір оқушыға бердім, спорт министрін бір оқушыға бердім. Басында апай не істейміз, оны қалай айтамыз, оны біз қалай сөйлеуін мен айтам. Біріншіден оларға сіздерге айттым, егер де сіз білім министрі болатын болсаң, мектебіңізді қалай жақсартар, білім жағын қалай жақсартып, қандай жол сілтер едіңіз, спорт жағын қалай жақсартуға болады, қандай ұсыныстар айта аласыз деген пікірлерді алдым. Одан кейін, егер де бізге қандай кедергілер болып жатыр біздің қоғамымыздағы спорт жағынан, білім жағынан, төтенше жағдай жағынан, олар қазір әлеуметтік желіде бәрін көріп жатыр ғой. Оқушылардың барлығы осы тақырыпқа келгенде министрлердің қызметтеріне өте жақсы қатысып, және өздері министр болғаннан кейін болашақта мен министр боламын, мен спорт министрі боламын, мен білім министрі боламын деп өздерінің армандарын жүзеге асыруға тырысып, қалайда мен осы нәтижеге жетемін деп өздеріне бағдар алды. Өте жоғары деңгейде өтті. Одан кейін осы бойынша 11 сыныптармен де өтті. 11 сыныптан пресс-конференция сияқты өттік. Бұл жерден пресс-конференция ретінде өткеннен кейін бұның негізгі
мақсаты бір оқушы президент болып отырады еліміздің, қалғаны министр болып, сол президенттен өздеріңіз көріп тұрғандай президенттен тапсырма алу сәтінен және алдағы уақытта қандай жоспарлар құру, яғни есеп беру сәтінен осындай видеоролик сюжет жасады. Бұл да өте қызықты болды. Бұнда оқушылар бір-біріне көрсетіп, осындай ойын өткізуге болатынын, келесіде тағы да басқа тапсырмалар алып, осы рөлдерге енгізу керектігін тапсырма алып кетті. Енді келесі осындай рөлдік ойындарды сабақта өткізгенімнің арқасында көбінесе оқушылар айтады, апай, көбінесе рөлдік ойынды ойнайықшы дейді сабақтарда. Сол үшін жылдық жоспар жасаймын, айлық жоспар жасаймын, апталық жоспар жасаймын, арнайы дайындаламыз, арнайы сюжеттерді бөліп берем. Содан кейін менің негізгі осы жеткізген жағымды өзгерістер динамикасына келетін болсам, өзіме жақсы қатты ұнағаны оқушылар тапсырмаларды жүйелі түрде орындайды, жүйелі түрде үйренеді. Біртіндеп күрделі тапсырмаларға біртіндеп көше бастаймыз. Олар жоспар құрып, қорытынды жасап, бір-бірін сыйлап, бір-біріне көмектесіп, яғни бірлесіп жұмыс жасайды. Одан кейінгі әртүрлі заңдарды іздейді, өз беттерімен заң баптарын тиісті орындарға қоя біледі. Сол баптарды өздері тапқаннан кейін, кодекстен кейін өздері орындарына қойғаннан кейін қызығушылықтары артып, сол бапты кез келген уақытта дүкенге барған кезде де осы ойынды ойнап, тұтынушы құқығын қорғап, асханаға барған кезде де осы әртүрлі ойындарды ойнап, тұтынушы құқығын қорғап, апай, мен чек сұрадым, мен өзімнің тұтынушы ретінде құқығымды қорғадым деген сияқты күнде әртүрлі пікірлерді маған айтып келеді. Оқушылардың бұл жердегі өз ойын әрқайым еркін ойын қорыта, оны жүйелей алатынына көзім жетті. Топтық жұмыстың, осындай рөлдік жұмыстың арқасында біздер оқушыларымыздың көптеген нәтижелерге жеттік. Енді жетістіктерге келетін болсақ, осындай рөлдік ойындар өткізудің арқасында оқушыларым жалпы облыстық, республикалық, аудандық көлемде жүлделі орындарға ие болып жүр. Оқушым ең үздік ауыл оқушысы номинациясында алды. Яғни бұл жерде ғылыми жобаға байланысты да кез келген жарыстарға барған уақытта менің оқушыларым өз ойларын еркін, нақты, тиянақты түрде жеткізе алады деген ойдамын. Өздеріңіз көріп отқандай республикалық, облыстық, аудандық жетістіктердің көріністері, дипломдары. Енді рөлдік ойын жалпы бізде ең соңында мен өзімнің сөзімді ойын баланы ешкім ешқашан үйрете алмайтын нәрсеге үйретіп аяқтағым келеді. Себебі біз ойын арқылы біз балаға шынайылықты көрсетеміз. Ойын арқылы жалпы бала ересектерден үйренеді, көргенін үйренеді. Сол себепті өздері сол адамдардың рөліне енгеннен кейін бар көп затты үйреніп, қайсының жаман, қайсының жақсы екенін негізге алып, тоқтамға келіп, өз-өздерін жөндеп, реттеп, тәртіпке түседі деген ойдамын. Назарларыңызға рахмет.